Еттері желінбейтін жануарлар. Ислам дінінде етін жеуге болмайтын харам, яғни тыйым салынған жануарлар тізімі. Азу тістерімен қауіп аулап, бөлшектеп жейтін және өзін қорғайтын жануарлардың еттері желінбейді. Қасқыр, аю, арыстан, қабылан, тиін, маймыл, шошқа, мысық, ит, піл, кесіртке, түлкі тағы да сол сияқты. Есек және қашырдың еті желінбейді. Тырнақтарымен аң аулайтын, өлексе және лас нәрселерді жейтін құстардың еттері де желінбейді. Бүркіт, қара құс, ләйлек, құзғын, қырғи, жарқанат және қарға тағы да сол сияқты. Жаратылысынан жиіркенішті тышқан, шаян, жылан, кесіртке, құрбақы, қосмекенді тасбақа, кірпі, ұлу, жауын құрты, құрттар, шыбындар, қоңыздар, жәндіктер, ара және көбелектер еті желінбейді. Балық бейнесінде емес, теңіз жануарлары мен шаян, медуза, устрица және омар да желінбейді. Тақырып ұнаса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.